Ассалаумағалейкум достар, қайырлы күн. Араңызда мені танымайтындарыңыз болса, менің есімім Нұрасыл Тоқбай, жеке тұлға және кәсіпті жүйелі дамыту эксперті боламын. Достар, сіздермен жүздеспегеніме біраз болыпты. Сол аралықта көптеген өзгерістер болды. Мысал айтқанда сақал өсіріп бастадық, қолымызды сындырып алдық деген секілді. Өмір болғасын солай өзгерістен тұрады. Ала берсе алда уақытта көптеген пайдалы контенттер түсіруге ешқандай кедергісі жоқ деп ойлаймын. Енді бүгінгі жалпы тақырыпты мен группаға жазғанмын. Қандай тақырыпты білгіңіз келеді, қандай тақырып сізге маңызды деп жазғанда Нұрдаулет деген ініміз міне осы сұрақты қойды. Қалай бір істе тұрақты болуға болады деп. Расында өте маңызды сұрақ. Бәрімізге де белгілі бір нәтижеге жету үшін бір істе тұрақты болуымыз керек. Тұрақты істейтін болсақ, міндетті түрде нәтижеге жетеміз. Енді осы тақырыпты бүгін ала берсе жақсы ашып сізге беретін ниетім бар. Жалпы бірінші тұрақтылық деген не? Соны ашып түсініп алайық. Тұрақтылық деген істеу керек істі қаласаң да, қаламасаң да белгілі бір уақытта істеу, тұрақты істеу. Міне бір сөйлеме айтатын болсақ, осылай болады деп ойлаймын. Себебі қалайтын нәрсеңді істегің келсе де, істегің келмесе де істеу керек. Мысал айтарлық, тісті жуу керек те, оны қаласаң да, қаламасаң да жуу керек. Мысалы тісің шіріп ауырып тұрса да, докторға міндетті түрде баруың керек, барғың келмесе де. Міне сол сияқты өмірде бізде істегің келсе де, істегің келмесе де істеу керек істер бар, соны міндетті түрде істеп тастау керек. Соның ішінде айтатын болсақ, жаңа кітап оқу, жаттығу жасау, белгілі бір құралды меңгеру деген секілді істердің барлығын біз істеу керек істер. Бірақ кей кезде біз не істейміз? Эмоциялық тұрғыда істегіміз келмейді, ерініп қаламыз, ертең арғын деген сияқты сезімдер болады. Енді ғылыми тұрда көрейік, неге адам осы тұрақтылықта жоқ, неге тұрақтылықта алып кете алмайды, неге тұрақты емес, оған не кедергі? Міне осыны айтатын болсақ, бірінші адам өзін тану керек, түсіну керек. Соның ішінде жалпы адамда басқаратын көбінде эмоция, логика емес эмоция. Оны енді қазір дәлелдеп беремін. Мысалы, логикалық тұрғыда адам білет, жаттығу жасамаса, оның денсаулығы әлсірейді. Уақытымен ұйықтамаса, тамақтанбаса, оның денсаулығы әлсірейді. Біз тағы логикалық тұрғыда түсінеміз. Табысты болу үшін біз табысымыздың белгілі бір мөлшерін істеуіміз керек, сақтап жинауымыз керек. Біз тағы да саналы түрде білеміз, кәсіпті дамыту үшін, жалпы өмірдің сапасын жақсарту үшін білім алу керек. Бәрін білеміз ғой, бірақ неге істемейміз? Егер де біз логика бізді басқаратын болса, біз алдақашан табысты болып кетер едік. Значит, бізді не басқарады? Эмоция басқарады. Эмоция көбінде бізді не істейді? Ауытқып кетеді. Біз мысалы бәрімізде бір белгілі бір күндерде бір күнделік бастаймыз, күнделік бастағанбыз. Мысалы мен өзімде де әбден бір жүйеге түскенше бір 7-8 күнделік саған шығармын. Барлығын жаңа жылдың басында бастаймын, арты жоқ қалып кетеді. Кітапты оқып бастаған кездерім болды, бірақ оқымай қаласың, жаңағыдай ұмытып кетеді. Сол не үшін біз осы тұрақтылықта жоқпыз? Неге біз тұрақты емеспіз? Соған ойланатын болсақ, жаңағы айтқан бізде эмоция біздің фокусымызды алып кетеді. Басты мәселе фокуста, зейінде. Біз зейінімізді ұстай алмаймыз. Зейінді ұстау бізде бойымызда дағды жоқты. Енді тағы да ғылыми тұрғыда қарайтын болсақ, жалпы адамның тұрақты болуына кедергі нәрсе ол біздің миымыз, жалпы адамның миы. Енді ғалымдардың айтуы бойынша ми негізгі үшке бөлінеді. Біріншісі ол инстинктивті ми, екіншісі эмоционалды ми, ол жануари миды, үшіншісі неокортекстегі ақыл миы, логика, жаңағы сан, есептің барлығы осы неокортекста. Енді бәрін талдап айтайық. Біріншісі инстинктивті ми, ол біздің дем жүйесін, қан жүйесін, нерв жүйесін барлығын басқаратын, ол біздің ішіміздегі қалыптасқан ол сондай инстинктивті ми. Ол біздің бойымызда бар. Сол ата заманнан бізде прошитый, ол біздің новый ноутбук аламыз ғой, ішінде өзінің базовый нелер бар ғой, программа. Сол секілді ол біздің бойымызда бар нәрсе. Ол
жалпы бізді сақтандыратын ми. Мысалы айтарлық, сіз пешеходта кетіп бара жатсыз, мына жерден бір қатты бір машина келіп қалып, дауысынан көрдіңіз да, сіз не істейсіз? Сіз ойланбайсыз ғой, мен артқа 2 қадам басып, оңға қарай секірем демейсіз, сіз автоматом секіріп кетесіз. Немесе қазір бір зат тарс еткен бір дауыс шықса, біз автоматом бүйтіп қаламыз да. Не үшін? Осы ми, жаңағы инстинктивті ми, біз адамды сақтайтын ми. Міне осы бізде көбінде адамды қорғап тұрады. Екінші ми ол жануари ми, жаңағы эмоционалды ми. Оның екі атқаратын міндеті бар. Ол екі нәрсені қалайды. Біріншісі ләззат алсам дейді, екіншісі қиналмасам дейді ол ми. Ол бізді сақтап тұрады. Ол да жаман емес, ол да бізді сақтайтын милардың бірі. Неге біз жаңа бір кітапты оқығанда толық до конца оқымаймыз. Оқып жатырып не істейді? Жаңағы жануари ми не істейді? Желкен қышып жібереді. Сосын бір шөлдегін келіп кетеді, шөлдеп су ішкін келіп кетеді, су ішіп кел деген ой салады. Бір дәретіңді қысады, бар дәретке барып кел деген сияқты. Сөйтіп біз не істейміз? Дәретке барамыз, келе жатып столдың үстіндегі сотканы көріп қаламыз да, жаңағы ми не істейді? Ләззат ми, жаңағы жануари ми бір маңызды не бар шығар деген ой салып жібереді. Хабарлама келген шығар деп. Сотканы аламыз, Инстаграмды кірдік, болды. 1000 алуан түрлі ақпарат, жаңағыдай зейінді аулағыш рекламалар десет біздің ойымызды алып кетеді. Сөйтіп, жаңағы қалай 1 сағат, жарты сағат отырып қалғанымызды байқамаймыз. Сосын кітапқа келетін кезде, кітапты оқиын деп жатсақ, уже түскі астың уақыты келіп қалады. Міне сөйтіп біз тұрақсыздық боламыз. Енді үшінші миға келетін болсақ, ол жаңа неокортекс дейді, ақыл миы. Ол жаңағы сан, есеп, расында біз істеу керек нәрсені жазамыз, соған жауап беретін миды. Ол адами ми дейді. Енді біз ақылмен түсінеміз. Біз ерте тұрып амал жасасақ, күніміз жаңағыдай нәтижелі болады деп. Бірақ таңертең тұрғанда жаңағы екі ми не істейді? Ол екі мидың мақсаты бізді қорғау ғой. Олардың жалпы бізге әсері көбірек болып кетеді да. Жата тұр, не парься, ертең жасайсың, несіне қиналасың, тағы 1 сағат ұйықтап ал, кішкене жарты сағат ұйықтап ал деген сияқты ойлар салады да. Міне осы мимен, осы екі ми біздің зейінімізді не істейді? Фокусты былай-былай ауытқып кетеді, сөйтіп біз ісімізде тұрақсыз боламыз. Енді бұл мәселені қалай шешу керек? Қалай біз тұрақтылықты бойымызға, дағдыға айналдыру керек? Енді біз кедергімізді түсіндік қой. Ең бастысы зейінді алып кететін жаңағы сан алуан сезім, ми, не істейді? Қорғаушы милар бізді жолымыздан тайдырады. Енді тұрақты жүру үшін мен өзімнің тәжірибеммен бірнеше қадамдар берем. Бұл тәсілдерді кітаптардан да оқысаңыз болады. Кітаптарда бірнеше осы тәсілдер жазылған. Жеке өзіме көмектескен тәсілдер, олар ең бірінші сіз нәтижеңізді естуіңіз керек, елестетуіңіз керек. Нәтиженің ләззатын сезінуіңіз керек. Мысалы, мен таңғы дәстүрді жасау арқылы мен бойыма не аламын? Қуат аламын, көңілім көтеріледі, жалпы сабырлы боламын, арманға саяхат жасап көптеген эмоцияларды аламын да. Соның нәтижесін ойлау арқылы бір мақсатыңның нәтижесін ойлайтын болсаң, сол саған өзі мотивация береді да. Ауадан іздеп керек емес. Просто сен нәтижеңді ойлайтын болсаң, ол саған мотивация береді, пайдалы мотивация. Ол бірінші. Енді екіншісі, біз енді нақты жоспарға көшуіміз керек. Бізде сезім, нәтиже бар да, сол нәтижеге жету үшін енді біз оны мысалы қашан жеткіміз келеді? 1 аптадан кейін ба, 1 айдан кейін ба, 3 айдан кейін ба, 1 жылдан кейін ба? Мысалы 1 ай дейік та. 1 айдан кейін сіз белгілі бір кітапты оқып шыққыңыз келеді да. Енді сол кітапты оқып шығу үшін жаңағы мысалы 300 беттен тұратын болса, соны 30 күнге бөліңіз. Неше беттен келеді? Мысалы 100 беттен келе ма? Мысалы 10-ға бөлгенде 10 бет па 100 беттен келеді да. Соны сіз 30 күнге бөлесіз. Содан кейін сол бір күнде оқитын 10 бетіңізді не істейсіңіз? Күнде оқисыңыз. 10 бетіңізді күнде оқып тұрасыз да. Оқу үшін тағы біз былай жасау керек. Мысалы біз 25 минут күніге оқимыз дедік та. Мысалы 25. Және де қай уақытта оқимыз? Қанша оқимыз? Және қай уақытта оқимыз? Ол да маңызды. Себебі сіз таңертең ба, немесе кешке ме? Көбінде біз таңертең бір шаруалармен жүріп кетеміз да, кішкене кешірек оқимыз дейміз, бірақ кешке ол болмайды. Ол кешке уже шаршайсың, басқа шаруалар шықпады, кітапты оқи алмай қаласың. Сондықтан нақты бір уақытын белгілеу керек. Және де жаңағыдай 1 сағат, 2 сағат оқып қажет жоқ. Аз-аздан бастаған жақсы.
аз-аздан бастасақ бізде жақсы болады. Мысалы жаттығуда біз бір күнде көп 1 сағат 2 сағат жаттығып қойсақ, келесі күн денеміз ауырады да тастап кетеміз. Ондай болмас үшін аз-аздан белгілі уақытта және де қанша минут жасаймыз, соның барлығын жазуымыз керек. Енді жазуын жаздық, бәрімізде кезінде көптеген жаңа жоспарлар жазамыз, бірақ істелмей қалады. Не үшін? Енді бұл жерде тағы да негізгі құралдар ол міндеттеме жазуға болады. Ерік жігері бар адамдар алып кете алады, ерік жігері әлсіз немесе кері әдеттер қалыптасқан адамдар не істейді, оны алып кетуге қиын болады. Сондықтан қадағалаушыңыз болған жақсы. Мысалы, ең жақсы ол Инстаграмға шығасыз тікелей эфирге. Достар, ассалаумағалейкум. Мен бүгіннен бастап міне осы кітапты или болмаса 30 күн бойы жаттығу жасауға уәде беремін. Егер де мен осы уәдеме тұрмайтын болсам, мен сіздерге айыппұл төлеймін. Немесе жаңағы білмеймін, шашымды қырқып алып тастаймын деген сияқты сізге қиын түсетін жағдайда ету керек. Сол кезде сізде артқа жол болмайды. Міндетті түрде істейсіңіз. Ал егер де сіз жаңағы сториске шығып, тағы да эфирге шығып ұялатын болсаңыз, онда қарапайым әріптесіңізге, жаңағы жолдасыңызға, досыңызға айтып, жаңағы уәде айтсаңыз болады, міндеттеме айтсаңыз. Мен міндетті түрде осыны істеймін. Күнде егер де 5-те тұрып жаттығуымды жасай алмасам, или 25 минут кітап күнде оқымайтын болсам, мен саған айыппұл төлеймін. 20 мың, 5 мың, 30 мың, 50 мың, білмеймін, кімге қалай қиын түседі, сол ақшаны айтатын болсаңыз, болды, сізде стимул бар. Артқа қарай кетпейсіңіз. Себебі адамды алға қарай жылжытатын, мысалы міне қараңыз, мен қазір міне бір сызық қойдық, сызықты зона комфорта деген бар. Адам қай кезде өзгереді, не құлшындыратын мақсат болғанда биікте, немесе төменде қиналғанда. Ал ортадағы жаңағы зона комфорта ол біздің нағыз жауымыз. Сізге егер де барлығы норма болса, ондай қатып партия етпесін де орында отыра бересің. Ал егер де алға қарай жылжу үшін сен не қиналу керек, не құлшындыратын мақсат болу керек. Ал жаңағы біз тұрақты болуда біз екеуін де қолданамыз. Қалай? Біріншісі уәде еттік, жасамасақ айыппұл төлейміз. Көрдіңіз, арттағы морковка сзади дейді. Бізді қадағалап отыратын адамдар бар. Жасамасақ айыппұл төлейміз. Ол қиын да. Міне, ол біріншісі. Енді екіншісі біз күнде арманға саяхат. Жаңа ең бірінші қадамда айтып отырмын ғой, біз мақсатымыздың нәтижесін жиі ойлап елестету керек. Сол бізге не істейді? Мотивация береді. Соған байланысты біз фотоны шығарып алып, күнделігімізге немесе соткамыздың бетіне жаңа қалай кітапты оқып шыққан, немесе қалай бір дағдыны меңгерген, немесе таңғы дәстүріміз жаңа қалай қуатты тұрғанымызды кішкене формамен тұрған сүгірет бір тауып алып та соны қоятын болсақ, сол бізге мотивация береді, қуат береді. Міне осы екі тәсілді қолдана отырып біз не істейміз? Нақты мақсаттың 30 күнге бөлдік, қай уақытта жасаймыз, қанша минут орындаймыз, соны жазу керек. Болды. Бізде басқа артқа жол жоқ, тек күнде істеу керек. Және де тағы бір ұмытып баратқан жайт, ол әр ісіңе бір кішкентай қадам болса да істеу керек. Істен кейін, қадам жасағаннан кейін өзімізге бір сыйлық жасауымыз керек. Немесе өзімізді мақтауымыз керек, қоштауымыз керек. Ол да бізге көмектеседі. Себебі бір кішкентай біздің жетістігіміз өмірде көп, бірақ көбінде өзімізге көңіліміз толмайды да. Қанша рет біз жаңағыдай диплом алдық, қанша рет бір белгілі табысымызды көтердік, қанша рет бір белгілі бір жетістіктерге жеттік те біз соны ұмытып кетіп жатамыз. Сондықтан алға қарай жақсы мотивациямен жылжу үшін әр амалға біз өзімізді қоштауымыз керек. Супер, молодец, мен мықтымын. Немесе мен қазір міне видео түсіріп жатырмын. Супер деймін да, қазір барамын да кофемді шай қайнатып, кофе ішіп аламын да, шоколадпен рахаттанамын. Немесе бір мороженое алып алыңыз. Мороженое жеңіз, супер. Міне, әр істен кейін бір жақсы нәтиже болатын, нәтиженің ләззаты барын сезінетін болсақ, бізде бәрі жақсы болады. Достар, егер де осы видео сізге пайдалы болып жатса, лайк басыңдар, және де достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Және де комментарий жазыңыз. Тұрақтылық бағытында сіз қандай тәсілдерді, амалдарды қолданып жатсыздар. Рахмет достар, келесі пайдалы видеоларда көріскенше қош аман болайық.